Тыңдармандарым, махаббат ертегісі 54-ші бөлімі. Махир Жанфисаға енді қандай жағдай болмасын, маған қатысты болса да, ешқашан менен бас тартушы болма деді. Сенен айырылып қалудан қорқам деді. Менен айырылып қалудан қорқпа, өлсем өліп кетейін деді. Екеуі Махир мен Жанфиса махаббат болып бөлмелеріне енді бара жатқан кезде телефонына шыр етті. Құдай-ай, Йылмаздар ғой бұл, Йылмаздар деді. Сөйтті де телефонды Махир алғанда, Махир сен қайдасың деді. Не болып қалды ата, түн жарымында деді. Сүрия ауруханада, жүрегі тоқтап қалды дейді. Ал Афет ханым жылап, істеген ісіне өкініп отқан сияқты. Қайдан бірақ өкіну қиын ғой. Сол кезде Махирге ата, апама не болды деді. Жанфиса да таңданып түсінбей отыр. Дәрігер келіп, Сүрия ханымға бір-ақ адам кіру керек деді. Сол кезде Махир анасына кірді. Апа, анашым, көзіңді ашшы. Мен келдім, мен Махирмын ғой деді. Махир деді. Сол кезде Сүрия, Жанфиса қылмыскердің қызы. Енді бәрі шыдай алмайым. Мен оны көргім де келмейді деді. Апа, неге олай дейсің деді. Болды балам. Сол кезде Жанфиса, Сүрия апа жақсы еді ғой. Үйде бірдеңе болды ма деді. Сол кезде Қабош Афет ханымға қарап тұрды. Қабош бірдеңе білетін сияқты. Сол кезде Жанфисаның телефоны шыр етті. Бірақ ол кезде Күршет Махирге хабарласып жатқан. Махирдің телефоны Жанфисада болған. Әке, бізді жайымызға қалдыршы. Сенің қызың болған үшін. Менің басыма бәле болды ғой. Мен бақытты емеспін, тұрмысқа шықсам да, әке, білесің бе, барлығы сенің қызың болған үшін бетіне басады. Қылмыскердің қызысың деп дейді. Сол кезде Күршетке қарама-қарсы бір көлік келе жатты. Күршет жол көлік апатына ұшырады. Ал оны естіген Жанфиса, әке, саған бірдеңе болды ма? Әке дейді. Сол кезде Жанфиса, менің кесірімнен әкеме бірдеңе болды. Дауысы шықпай қалды. Жол көлік апаты болған сияқты деді. Барлығы түсінбей қалды. Дәрігер шығып, Күршет мырзаға қан керек деді. Бір тобы теріс деді. Менікі емес, менікі тура келмейді деді. Жанфиса мен Сара. Сол кезде Махир, мен берем қанды. Менікі дұрыс келеді деді. Жарайды, жүріңіз деді. Соны естіген Жанфиса қатты қуанды, мәз болды. Афет, Сүрия, саған не болды? Қатты туралы айттым ғой, есің жиғалы деді. Мехмет маған бір хат қалдырып кетіпті деді. Күршетпен Қабош сөйлесіп тұр хат туралы. Оны істеген Афет ханым деді. Үлкен ханым істемесе, соның жазуы ғой деді. Оны Махирге беру керек деді Күршет. Күршет Махирге берейік деді. Гүлизар Күршет мырзаны уайымдап, Күршет Жанфисаның әкесі қалай екен? Жақсы деді. Ал Фелик болса тұрмысқа шығатынын айтты. Күршет есін жинап, Жанфисаға қарап, қызым, сен әлі де маған ренжулісің ба деді. Иә, әке, жол көлік апатына ұшырады екен деп сені кешіре алмаймын деді. Сол кезде Махир палатаға кірді. Бізді оңаша қалдыршы деді Күршет Жанфисаға. Тауарлар қайда деді. Тауарларды мен бір жерге тығып қойдым деді. Рашид менің артыма адам салған екен деді. Махир Күршеттің жанынан шыққан соң Жанфиса оған рахмет айтты. Рашид Сәлімге хабарласты. Сәлім ашуланды. Рашид Сәлімге, товардың қайда кеткенін білмеймін. Күршет не істегенін де білмеймін. Мен ол тауарларды таба алмадым деді. Ал Гүлизар болса Күршетке хабарласып, жағдайыңыз тәуір болды ма? Аман болыңыз деді. Сол кезде Күршет, хабарласып тұрыңыз, бәрі жақсы деді. Сол кезде қасына Серда келіп, кеше қайда болдың? Есіңде жоқ па ештеңе деді. Мен кеше есімде ештеңе де жоқ деді. Сол кезде Гүлизар,
Сенің осыншама жылдан кейін ферма не үшін жүріп берді? Сен соны аңғар. Оның біреуі бар сияқты, деді Гүлзар. Ал Махир болса анасына келді. Сол кезде Мүсірия бір хат келді. Әкең маған хат жазып бөлмеме қойып кетіпті. Жанфизамен араласқанымды қаламайды. Сенің Жанфизаға үйленгеніңе де ренжіп отыр екен, деді. Ол қандай хат, деді. Сөйтті де Махир әжесіне қарады. Сыртқа шығып, әже, ол қандай хат? Сенің қатысың бар ғой, деді. Құдай ақы, менің не қатысым бар, деді. Сол кезде Ферман жылап шығып келе жатыр. Ал оны көрген Махир, оған не болды екен деп қасына барды. Көке, саған не болды, деді. Денекенің сараптамасы шықты, қорытындысы шықты, деді. Мен әке болам, деді. Бәрі бір-біріне қуанып құшақтасты. Ал Эзра ханым күршек үшін жылап қайғырып жатты. Сол кезде Саваш келді. Сен қайдан келдің, Саваш аға, деді. Күршек мырзаның жол көлік апатына ұшырағанын естіп тез келдім, деді. Жанфиза басым айналып кетті, деді. Қарным ашқаннан болар деп асханаға кетті. Шалиқ кеше Сараға сөз салмақшы болғанын айтты. Бірақ Сара маған үндемеді, деді. Ал Сара ұнататынын Жанфизаға айтып жатыр. Енді сол ұнататынды айтпадың ба, деді. Қой, қалай айтам? Мен ол кісіге айта алмаймын ғой, деді. Сүрия ханымды жақсы көретінін менің денем ғой ол кісі, деді. Ал Севда болса, Ферман берген жүзігін тағып риза болып отыр еді. Бір кезде телефонына хабарлама келді. Ақша жаратылғаны 1 миллион мұндай ақша жаратылыпты. Ферман не алды екен? Мен сені аңдаймын, деді. Фильмнің жалғасы бар. Арнама тіркеліп кетеміз.